Сәлеметсіздер ме қымбатты достар, сіздермен бірге бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры. Біраз уақыт бұрын қазақстандықтар жеке зейнетақы шотын ашу үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына арнайы келуге мәжбүр болатын. Ал қазір бәрі өзгергенін білесіз бе? Жаңа салымшылар үшін міндетті зейнетақы жарналары бойынша жеке зейнетақы шотын ашу рәсімі 2019 жылдан бастап жеңілдетілді. Енді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында барлық жеке зейнетақы шоттары өтініш бермей-ақ ашылады. Сонымен, жеке зейнетақы шотын ашудың мәлімдемесіз тәртібі 2019 жылдың 8 қаңтарынан бастап міндетті зейнетақы жарналарына қатысты. 2021 жылдың 1 мамырынан бастап ерікті зейнетақы жарналарына қатысты. 2021 жылдың 26 қазанынан бастап міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарына қатысты жұмыс істейді. Яғни, егер сіздің бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы шотыңыз жоқ болса, онда алғашқы жарнаны аудару жетіп жатыр. Сонда шот бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ақпараттық жүйесінде автоматты түрде ашылады. Бұл ретте жеке тұлғаны сәйкестендіру төлем тапсырмаларында көрсетілген салымшының дербес деректері бойынша жүзеге асырылады. Ал оның жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері, тұратын жері туралы барлық қажетті мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен алатын болады. Барлығы оңай, ал биыл қазан айында енгізілген міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есепке алу үшін шоттарды автоматты түрде ашу бойынша заңнамалық өзгерістер жұмыс берушілерге міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын аудару бойынша міндеттемелерді орындауды айтарлықтай жеңілдетті. Міндеттеме жұмыс берушінің есебінен жұмыскерлердің жалақысының қосымша 5%-ын құрайды. Енді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша шот ашу үшін қор қызметкерлеріне өтініш жазып, бір бума құжаттар әкелудің қажеті жоқ. Естеріңізге сала кетейік, зиянды және қауіпті қызмет салаларында қызмет ететін азаматтар міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарын алуға құқылы. Тағы да қайталап кетейік. Егер сіз бейнеттің зейнетін көріп қартайғанда жақсы төлем алғыңыз келсе, онда әрқашан еңбек қатынастарыңызды рәсімдеп, зейнетақы жарналарына деген құқығыңызды қорғауыңыз қажет. Зейнетақының алғашқы жарнадан басталатынын ұмытпаңыз. Әрі болашағыңыздың қандай болатыны оның мөлшеріне байланысты. Сізбен болған бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры келесіде кездескенше.